Салат жалқау қыз өте дәмді, әдемі және оңай дайындалатын салаттардың бірін жаңа жылдық дастарханға дайындауды ұсынамын. Сізбен бірге Инка Максовна. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Керек өнімдердің құрамын видеоның астында толық жазып кетемін. Барлық өнімдерді 150 граммнан өлшеп алдым. Бізге маринадталған шампиньон, маринадталған корнишон, жүгері сабақтары, черри помидор, қатты ірімшік, болгар тәтті бұрышы, өзіңізге қалаған түсті алсаңыз болады, маслины, өсімдік майы, қара бұрыш және көк жуа. Каналға тіркеліп, жаңа видеоны жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Ең алдымен маринадталған шампиньонды үлкен болса 4-ке, кіші болса 2-ге бөліп шығамыз. Одан кейін маринадталған корнишонды саламыз, сабақтарын алып тастасаңыз болады. Келесі черри помидор, оны да үлкен болса 2-ге, кіші болса 4-ке бөлеміз. Маринадталған жас жүгері сабақтарын да қалауыңызша әдемілеп турап шығамыз. Келесі тәтті болгар бұрышын саламыз. Өзіңізге қалаған түсті алсаңыз болады. 3 түсін алсаңыз тіпті әдемі болып шығады. Оны ортасынан бөліп, ішін тазалап, осындай 4 бұрышты қылып тураймын. Міндетті түрде қатты ірімшік, оны да 4 бұрыштылеп әдемі қылып тураймыз. Барлығын ыдысымызға саламыз. Келесі дәнсіз маслины да аламыз. Оны де әдемілеп сақина қылып турап шығамыз. Келесі балғын көк жуаны да әдемілеп ұсақтап турап шығамыз. Салаттың жалқау деп аталуы, оны пісірмейсіз, қуырмайсыз, барлығын жақсылап әдемілеп, осылай турап шығасыз. Енді дәміне қарай қара бұрыш, зәйтүн майы немесе күнбағыс майымен құйып шығамыз. Барлығын езіп алмай, жақсылап ақырындап араластырамыз. Осы өнімдердің барлығынан 150 мг ингредиенттерден алғанда 2 тәрелке салат шығады. Достар, міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңыраушаны бассаңыз, сізге жаңа хабарламалар келеді. Сол кезде жаңа рецептерді жіберіп алмайсыз. Әрбір жазылған адамға қуаныштымын. Міне біздің жаңа жылға арналған өте дәмді, әсем және тез дайындалатын салатымыз дайын. Сіздермен бірге болған Инка Максовна. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Пікір қалдыруды ұмытпаңыз.